Қайырлы күн достар, бүгін сіздерге менің сүйікті тәттім чокопайдың рецептісімен бөлісетін боламын. Егер сіз чокопайды жақсы көретін болсаңыз, міндетті түрде комментарийге жазып қойыңыз. Ал егер үй жағдайында дайындап үйренгілеріңіз келсе, онда видеоны соңына дейін қарауларыңызды сұраймын. Бар болғаны құрамы қол жетімді ингредиенттерден тұрады, және де өте тез әрі оңай дайындалады шын мәнісінде. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін сіздерге. Ең алдымен алдын ала желатинді сумен араластырып қойымыз қажет. Араластырып 20 минутқа қойып қойымыз керек. Ол үшін осындай шұңқырлау ыдысты аламыз, ішіне желатинді салып сумен араластырамыз, 20 минутқа қойып қоямыз. Желатин ісейді, кейін біз оны жылытатын боламыз. Ал енді чокопайдың қамырын жасаймыз. Ыдысқа жұмыртқа саламыз, қант саламыз, сүт құямыз, ерітілген сары май саламыз. Жақсылап миксермен көпіргенше 3-4 минуттай араластырамыз. Оның үстіне електен өткізілген ұн мен қопсытқышты бірге араластырып, салып, осылай миксермен араластырамыз. Біздің қамырымыз осындай болып шығу керек. Қатты сұйық емес, осындай кішкене ғана қоюлау қимақтың қамыры сияқты болады. Біз оны кондитер қапшығына салуымыз керек. Егер кондитер қапшығы болмаса, жай ғана целлофанға салсаңыздар болады. Осылай дөңгелетіп, пергамент қағазына немесе тефлон қағазына осылай салып шығамыз. Қамырды қызып тұрған пеште 180 градуста 10 минуттай пісіреміз. Піскен кезде беті кішкене ақшыл болады, бірақ үстін басқан кезде осындай жұмсақ болу керек. Міндетті түрде ағаш таяқшамен тексеріп алыңыздар. Кремін дайындау үшін кастрюльге қант саламыз, үстіне су құямыз, осылай жақсылап араластырып, орташа отқа қойып, қайнағанын күтеміз. Қайнағанша отта ұстаймыз. Ал біздің жаңа ең басындағы желатин ісіді, өзі кішкене қатты, осылай енді оны жібіту керек. Жібіту үшін осындай су моншасына қоямыз, ыстық судың үстіне өзі ериді. Желатинді қайнатуға болмайды, тек ысытамыз. Біздің міне сиропымыз, қант пен су араласқан сироп қайнай бастады. Енді оны оттан түсіреміз. Біздің желатинімізді еріді, мына сұйық болды. Оны да оттан түсіреміз. Екеуі ыстық күйінде болып тұр. Осы ыстық күйінде бірден екеуін араластырып, миксермен араластырып, осылай крем жасаймыз, аппақ болып көпіруі керек. Оның консистенциясы маршмеллоу сияқты болып шығады. Консистенциясы осындай видеода көрсетілгендей болады. 5 минуттай араластыру керек миксермен. Сол кезде біздің креміміз дайын болады. Крем өзі негізі тез суиды, яғни бірден сондай үлпілде қалыпқа енеді, маршмеллоу сияқты, зефир сияқты қалыпқа енеді. Бірақ егер де сіздер бір бөлкеге кремді салып, бірден екінші бөлкені жабатын болсаңыздар, онда ол крем ағып кетуі мүмкін. Сол себептен ең алдымен осы чокопайдың бір бөлкелеріне саламыз кремді, жақсылап жағамыз. Ең соңында ғана сыңарлармен бетін жабамыз. Осылай барлығын істеп шығамыз. Яғни бөлкеге кремді салғаннан кейін крем шамамен 30 секундтай суы керек. Енді бұлардың барлығын шамамен 20 минутқа біз тоңазытқышқа жібереміз. Әзірше чокопайдың бетіне құятын шоколадты глазурды дайындаймыз. Негізі шоколадты глазурды кілегеймен араласқан шоколадты қылып дайындаған дұрыс. Бірақ менде кілегей болмағандықтан мен сары маймен араластырып дайындадым. Екеуін ыдысқа салып ерітеміз жай ғана, немесе су моншасына қойып ерітсеңіздер де болады. Ал егер кілегеймен жасайтын болсаңыздар, дәл солай кілегейді ысытып алып, үстіне шоколадты салып араластырасыздар. Негізі кілегеймен жасаған әлде қайда жақсы, ол өзінің бойына шоколадты жақсы ұстап, әдемі көрінетін болады. Содан соң осы шоколадпен бір-бірін жаңағы аунатып, глазурде аунатып шығамыз. Барлығын құрамын мен осы видеоның астына описанияға жазып қойдым, міндетті түрде қараңыздар. Содан соң бетіндегі шоколад қатуы үшін 10-15 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. Біздің чокопай пирожныйлары дайын. Қарап отырсаңыздар, рецепт өте қарапайым, өте оңай дайындалады, әрі тез шығады. Міндетті түрде сіздерге дайындап көруге, тәжірибеден өткізіп көруге сіздерге кеңес беремін. Міндетті түрде шығатынына
толықтай кепілдік бере аламын. Бұл рецепт маған өте қатты ұнады. Бірінші жасағаннан шықты. Сіздерде де міндетті түрде шығады. Ештеріңізді, балаларыңызды қуантып, осындай тәтті, пайдалы, дәмді десерт жасап көруге сіздерге кеңес етемін. Менімен болғандарыңызға көп рахмет. Каналға лайк қойып, пікір жазуды ұмытпаңыздар, және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Өйткені әлі де көп рецепттер болады. Қош сау болыңыздар.